Сіздің тыныштық тауып, өмірге деген күш-қуатыңызды қалпына келтіретін, демалатын жеріңіз ол сіздің үйіңіз. Егер үйіңіз өзіңізге жайсыз, айқай-шуы көп, берекесіз орынға айналса, онда оның түрлі себептері болуы мүмкін. Сол себептердің бірі сиқыр, яғни сіздің үйіңізге сиқыр жасалған болса. Болмаса, отбасының бір мүшесіне сиқыр жасалған болса, қандай болады? Және ол сиқырдан қалай арылуға болады? Сиқырдан арылудың қарапайым әрі нақты жолын ұстаз айтып беретін болады. Негізі Құран аяттары және сүрелері бәрі қасиетті. Соның біріне тоқтайтын болсақ, мен енді өзім тәжірибемді бөлісіп жатқаным сіздермен. Бірде Алматы қаласынан бір бауырымыз, бір ағамыз маған телефон шалды. Отбасымызда ешқандай береке жоқ. Ауызбіршілік қалмады. Ұрса береміз, керісе береміз. Бір-біріміздің тілімізді түсіне алмай қалдық. Бізге не болды? Біз ондай емес едік деп маған қоңырау шалды. Сонда мен ол ағамызға, сіз қасиетті Құранның 81-ші сүресі, Әт-Тәкуир сүресін жатарда арнайы дәрет алып, жатып, сол сүрені оқыңыз. Бірнеше рет. Көзіңіз шаршап, енді ұйықтайын деген кезде барып, тоқтап, ешкіммен сөйлеспестен ұйықтаңыз. Түс көресіз, түсіңізде Аллах Тағала аян береді сізге. Яғни, түсіңізде Аллах Тағала бұның себебін сізге түсіндіріп беруі мүмкін. Осылайша сіз ол нәрседен құтыларсыз иншалла деді. Бір қызығы, ол ағамыз кейін маған қоңырау шалып айтады, мен түсім есімде жоқ дейді. Бірақ күндіз үйде жүргенімде анау қуыршақты көріп қалдым дейді, үйдің бұрышында. Бір бөлменің бұрышындағы қуыршақты көріп қалдым дейді. Бірден түсімде осы қуыршақты іздеп жүрген сияқты болып есіме түсті дейді. Түсімде осы қуыршақты іздеп жүрген сияқтымын дейді. Сөйтіп, мен оған қуыршақты аш деймін. Ашады, қуыршақтың іші сиқырдың бәлекеттерінен толы болып табылады. Осылайша мен оған қалай ол нәрседен құтылу керектігін үйреткен болатын. Содан Аллаға шүкір, жақсы. Дәл сол сияқты тағы да мен осы жақында бір бауырымыз осы Жаңаөзен қаласынан хабарласқанда осыны ұсынған болатынмын. 81-ші сүрені оқып жата ғой, түс көресің деп. Түсінде өзінің туған інісінің баласының мойнындағы бойтұмарды көреді. Сол бойтұмарды аш деп ашып қараса, маған кейін фотоға түсіріп жіберді. Мүлде Құран аяттары немесе хадистегі келетін дұғаларға ұқсамайды. Айтуыр соған ұқсатып, бірдеңелер жазған сияқты қылып, сиқырдан толтырмызбен осындай бір жайтты бөліскім келіп жатыр. Бұл мәселе көптеген отбасыларда болғандықтан, осыны өздеріңізбен бөлісіп, аз да болса бір пайдамды тигізейін деген ниетте, қалай біз дұғаның зиянынан аман қаламыз. Міне қазіргі таңда маған осындай бір нені алып келіп жатыр. Міне бірге ашып көрейік. Мынау бір отбасының, былай айтқанда, тас-талқанын шығару ниетінде жасалған бір дұға көрінісінде. Ішінде әртүрлі нәрселер. Енді мұнан негізі қолмен ұстауға совет бермеймін. Осындай дүниелерді тапсаңыздар, қолдан келгенше қолғап киіп алыңыздар. Міне, енді ішінде қараңыз, міне ине, тируш, мынандай ине, мына үлкен ине, ішінде тағысын адыраспанның түтетілген несі, мынандай міне мақта, тағысын мына жерде құрманы күйдірген, құрманың тасы, тұқымы бар, тағысын әртүрлі бір нелер бар. Міне жақындатып бұйырса көрсеңіздер болады. Міне былай айтқанда, мынау міне бойтұмардың ішінде істелген. Бойтұмар болғанда да мынау үйге арналған бір дүние деп ойлаймын. Себебі адам тағатындай емес мынау. Енді мен айтқым келетіні, осындай нәрселерден өте сақ болыңыздар. Егер де қандай да бір емші, бір өзіңіз сенетін, енді шипа іздеп, немесе бір жол болсын деп, жолды аштырту үшін біреуге барғанда, мынандай бәрекеттерді беріп атса алмаңыздар. Немесе үйлеріңізде, отбасыларыңызда осындай бір нәрсе табылып атса, өте бұдан сақ болыңыздар. Көптеген отбасыларда осындай нәрселердің кесірінен ұрыс-керіс жанжал болып, тіпті ажырасуға дейін барады. Қасиетті Құранда Бақара сүресінің 102-ші аятында Аллах Тағала бұйырады, еврейлерді осы дұғаның бір мақсатын
яғни ерлі зайыптыларды қалай ажырату керектігін үйреніп алған болатын дейді. Сондықтан көптеген ұрыс керістердің, түсініспеушіліктердің, отбасыдағы жанжалдардың да себебі осындай әрекеттердің кесірінен болуы мүмкін. Ал енді бұдан қалай тазаланамыз? Бұны міне суға қасиетті Фатиха сүресін 7 рет, Аятул Курсині 7 рет, Кафирун сүресін 7 рет, Ахлас, Фалақ, Нас сүрелерін 7 реттен оқып, дем саламыз. Дем салып болғаннан кейін, осы нәрсені суға батырып шығарамыз. Яғни суды бір ыдысқа құямыз да, батырып шығарамыз да, далалық жерге, далаға апарып, не істейміз? Оны өртейміз, құрғатып өртеп жібереміз. Осылайша Алла нәсіп етсе, зияннан аман қаламыз деп бұрынғы ғұламалар кітаптарда келтірген. Бұл әрине тәжаруб, яғни тәжірибелер арқылы жүзеге асырылған. Бұған енді хадистен, аяттан, басқадан дәлел іздейтін болсақ, бізге Құранның өзі жеткілікті. Құран оқылса, болды, оның зияннан аман қаламыз деген үмітпен қалып отыру керек. Бірақ енді бұны не істеуіміз керек дегенде, ғұламалар бұны жою жолы жаңағындай деп келтіреді. Сондықтан, құрметті қазақ елі, бастарыңыз аман болсын, ешқашанда бұндай нәрселерге бармаңыздар. Қызғаныш, көреалмаушылық, өзгелерге жақсылық тілемеу, бұлар бәрі мұсылмандықта тыйым салынған нәрселер. Соңы өте үлкен күнәларға алып баратын нәрселер. Сондықтан өзіңе нені қаласаң, өзгеге соны қаламайынша толық мұсылман болмайсың деген хадис бар. Соған амал жасап, өзімізге жақсылықты қалаймыз ба, отбасымызға жақсылықты қалаймыз ба, өзгелерге де дәл сондай жақсылықты қалап отырайық. Алла сонда бізге отбасымызға да жақсырағын беретін болады. Алла сізден және баршамыздан разы болсын. Ассаламу алейкум.